Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғат ресурстарының көздері. Бүгінгі сабақта сіздер табиғат ресурстарының көздерімен танысасыңдар. Табиғат ресурстарын топтарға ажыратып үйренесіңдер. Бүгінгі сабақтың тірек сөзі табиғат ресурстарының көздері. Ең алдымен сабақты бастамас бұрын суреттерге қара. Ресурстардың қайсысын біз күнделікті өмірде пайдаланамыз? Адамға өмір сүру үшін тағы қандай табиғат ресурстары қажет? Ауа, күн, топырақ, су, жануарлар және өсімдіктер. Осылардың барлығын біз күнделікті өмірде қайсысын қолданамыз? Әрине, ауа, күн, су, өсімдіктерден, жануарлардан біз азық-түлік аламыз, оларды біз күнделікті өмірде пайдаланамыз. Ресурстарды біз екі топқа бөлеміз. Табиғи ресурстар, оларға жаңағы су, жануарлар, күн, ауа барлығы жатады. Ал адам қолымен жасалған ресурстар, оған машина, оқулықтар, тағы да басқа заттар жатады. Яғни адам қолымен жасалған. Адам нені жасаса, сол адам қолымен жасалған ресурстарға жатады. Енді сіздерге мынандай тапсырма. Кестені толтыр. Табиғи және адам қолымен жасалған ресурстарды жаз. Бірінші бағанға табиғи ресурстарды, екінші бағанға адам қолымен жасалған ресурстарды жазасыздар. Осы бейне сабақтың астында сіздерге сілтеме берілген. Осы сілтеме арқылы өтіп, бұл тапсырманы орындаңыздар. Сіздердің алдарыңызда екі бағанға бөлінген. Суреттерді таңдап, олардың қайсысы қай ресурсқа жататынын анықтайсыңдар. Бұл мысалы өсімдіктер. Бұл табиғи ресурс. Тапсырма дұрыс орындалса жасыл түске боялады, қате орындалса қызыл түске боялады. Тапсырмалардың барлығын орындап болсақ, бүгінгі сабақта сіздер табиғи ресурстарды ажыратуды үйрендіңдер. Табиғат ресурстарын көздерімен таныстыңдар. Егер барлығы жақсы түсінікті болса, барлығын жақсы түсіндім деп белгілейсіздер. Егер орташа болса, әлі оқу керек, яғни қосымша ақпараттарды оқу арқылы сіздер тақырыпты меңгересіздер. Келесі ештеңе түсінбедім. Бұл тақырыптан ештеңе түсінбесеңіздер, бұл белгіні белгілейсіздер.